Қайырлы күн, достар. Мінекей осындай күнделікті плов тағамын дайындаймыз. Кейде шықпай қалып жатады, езіліп кетіп жатады. Осы менің рецептімен жасап көріңіздер, өте дәмді, өте керемет болып шығады. Ұнаса лайк басып тіркеле кетіңіз. Ол үшін бізге ет, жуа, морковь қажет болады. Етімізді майға салып, қуыратын боламыз. Оған дейін жуамызды турап аламыз. Енді етіміз міне кішкене қайнап бастаған кезде жуамызды салып, жаңа теркеден өткен морковьімізді салатын боламыз. Кішкене жуамызды былғап аламыз. Мінекей морковьіміз. Морковь сізде кішкене болса, 2 морковь салуыңыз болады. Менде үлкен 1 морковь болғаннан кейін осының өзі жеткілікті болды. Морковь неғұрлым көп болса, соғұрлым күрішіңіз сап-сары болып, әдемі болып піседі. Мінекей осылай араластырып отырамыз майға. Қақпағын жауып, кішкене қуырамыз тағы да. Мінекей осылай шығып, цветі шығып жатыр. Морковьіміздің былғап, осылай істей аламыз. Мен 3 кесе күріш салдым. Жуып, күрішімізді жуып, тазалап саламыз. Сол 3 кесе күрішке 3 кесе су құямыз. Мінекей осылай бетіне жағамыз. Жайып шығамыз. Содан соң тұзымыз салып, 3 кесе суымды құйдым. Морковьтың есі шығып, сап-сары болып әдемі болды. Енді 30-40 минутта пісіріп аламыз. Мінекей күрішіміз дайын, пісті. Езілмей. Каналым ұнаса, лайк басып тіркеле кетіңіз. Осылай мінекей әдемі керемет күш шықты. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналымда 2 күн сайын жаңа рецепттер шығатын болады. Ұнаса тіркеліп алыңыз, жоғалтып алмаңыз. Барлықтарыңызға ас болсын.